Kaynatandı biz tügül, bükül avul silagan, kelin tüsü toyuna toğla dolar jinagan. Armandap köpken jirede, os edi oy tilege, kelinde boldum degende, jarılarday jiregi digeli. Aynalayın kencinasınaga, papаңыздың орынбаса дендік papаңыз kaynatаңыз, бүркіт kaynatasına мың сәлем көңіл билеп шығайын. Aykay şurayda ağayın, gelindir. Canım, kökemde hürmetliyim. Bereketli kökem. Canım ay dırıstoy. Köke bergen kişi. Menen dosu altında keldi tabaldırık attatır. Әдемі қылып келін қабатыстары. Сол 2000 теңгені кім бұсысы сап жүргі көке. Сіздің атыңыз қанша дегенде қайын ата ғой. Барды не дейді қазақ атам. Жиған тергенің бала шағаның тойына шашылсын деп атады ғой көке. Ақшаның бәрін неге көрсеттіңіз маған көке. Салшы бәрін. Осы кегелі бері бағана сұрап атырында осы жерде кім ақ көңіл десем айтады. Бүркіт көке мәрт деп қояды да. Бүркіт көке мәрт болса, ана ақшаның бәрі өз алатын банкі емес, қайқалың кішкене болса да мен қалтамда да салатын еді ғой. Рас қой көке. Ондай тегі жоқ қой көке. Мәрттігін көрсеткен қайнатаңа бір сәлем жасап қояйын, ана келдер. Көкем ішіне бір әдемісін салайын деп тұрған сияқты ғой. Біздің кішкенеміз кеуіліміз көтеріп делебіз. Көке қалтамдан әйелім тік тұсаған. Қалтам сұқпайын бәрі келді. Бәрекелді ағайын. Құрметтейік анамыздан. Негізі қадірменді көпшілік қанша бір беташарда барып жүрміз ғой, осы енелердің бір түк авторитеті жоқ енелерде болады. Авторитеті күшті енелерде болады. Оны қайтпай қайсың. Өшерге шыққан кезде абысындары қосыла шығып, бірге айқай шулап билеп нерде абыр-сабыр шаңын аспанға көтеріп, олардың құрметтеген кісілер екен біліп атасың. Кейбіреулер өзі шығып жүреді, үндемейді. Көреміз десе, қызлар десе, бар ма, абысындарыңыз бар ма? Тамаша, қайын сіңілері болса да бар ататқан кейін. Anamızı silayı, kurdaslara, tekemi kurdaslara, aykay şunların kayda. Sayak olar bir sağan, kesin olsa şaşagan, seni künde armandap, seni künde аңсаған. Туанышқа бөленді, туанышқа кенелді, танып ал енді келін жан. Осты шаптылап, мұңмен шауып жүрген қыз болар деген енеңді дегенде. Кеше билеп көр, саш билеп көр. Абысындар қайда? Айқай шулар қайда? Жанымдар келді. Билеп, банкінің шайналып кеше. Аяма. Сәлем құттыға сана аяма. Abısınlar. Taşır bitkesin болып жатады, рахмет жеңгелер, рахмет жеше. Қыз балар жеше. Беріңіз, мен позорт етпейтейін. Жаңа саған ақшаңызды мен маған сал деп тұрған жоқпын, өзіңізге бұйырсын. Бірақ дегенде 2000 теңге сағаңыз не дейші, ятай. Құдай ай, міндер деп тұр. Банкына қоймай-ақ қоям ғой, деймі шүйде? Бәрекелді, рахмет жеше. Азда болса, көп деп айтты, салманда болса, шөп деп қалтамызға сала берек дейді, бір дейміз онда. Рахмет, бәрекелді, қадірмен ағай. Ал енді көпшілік қайыныңның тойы десе, соған 50 мың апарайық десе, өліп қалсын 50 мың апармаймыз ғой. Не қыласың 50 мыңды? 20 мыңда жетеді депші. Бергіміз келмей тұрадық ақшан. Дегенде бүгінгі күні осы шаңыраққа бір қызын алып, осы шаңырақтан, осы қыздардан әдемі ұл мен қыз баға жетпес байлық сүйіп, сол осы кісілерге төркінге қайын жұртына бір үлестері болсын деген ниетпен Рафаэлді ортаға шақырайықшы қайтадан. Рафаэл бар ма? Рафаэл студио. Сізде, Нұрлан жезде, Берік жезде кеңіздер. Қайын жұртқа қосқан үлестеріңіз болсын. Бар ма? Біреке, сізді айтты ғой, өте бай тұрады деді, бақуат деді, ақшасы көп деді ғой. Бірақ ақшаны өте жақсы көреді деді сізді деді. Онша-мұншаға бере бермейді деді. Жібіті көрек сізді дейді, ыстық суға сап дейді. Кесеңіз тағы бір енді қайын жұртқа үлес қосқаның болсын, енді бір тағы да бір салай қадірмен бір шапалау ұрайын. Жарым, молодец, әрекет молодец. Дегенде Берік бар ма? Берік, біздің қызға Серік. Қаяқта жүр? Беркін? 180 мен жоқ өкінше, мыңмен жүреді өзді. Жұмыс істеп кетті. Дастан ше, Дастан бар ма? Дастан!
Құдай айтты, бүгінгі күн қарақап бұзу жұмысының бар. Бәрекелді, ары қарай кетті қадірменді ағайын. Бір осы ауылға бір ауылдың сыртына келе жатып бір автобус аунап қалған ғой. Сөйтсе елдің бар ойы бой, адамдар аман екен деп жатса, бір апамыз айтты дейді, адамдар анамында деген жоқ, өңкей әртістер екен ғой деп айтады. Сол айтқанда бізге де кішкене әндеріңіз ашсын, мына шапалақ ұрып қошемет жасап отырыңыздар, тойға бассын. Кәдімгі жаңа жезделер болса, қайнаға абысындар дайын отырайық. Тойлыбектің достары дайын отырайық. Құрдас келсе үйіңе, ашуланып киінбе, түртіп қалма бұртиып, жан жарыңды бүйірге. Көп созбайын сөзімді, кетірмейін төзімді, күтіп отыр құрдастар, сәлем салар кезімді дей келе. Айналайын келген астындағы Тойлыбектің достары, сіздің де достарыңыз бір басын екі талмай жүргендері бар, ішінде соларда тайғылындай тебіскен, малғайырған өрістен, тығылып тамның артында темекен аспай, бучок шегіскен достары. Нұржан, Агерке бар ма? Билеп деп саламыз. Шабыт берейік ағайын. Шабыт, жаным. Мынаны екінші рет қайтып келтіру келе. Бәрекелді. Нұржан, дейіңді той болсын, маладес. Берсең, не берсең сон аласың, не ексең сон арасың деген Асқар Сандуғаш. Билеш. Билеп. Асқар өзінің долясын салды ғой. Сандуғаш келінің долясы бар ма? Ай, кішкентайдан бір өскен, бірге бітті бөліскен, жақсылықпен көріскен достары. Жаным, бағанағы нәскейге сабаттан қақта. Берсейші. Жаным ол, айтып отырсың. Бергенің берекесі бар дейді ғой, ағайындар дұрыс қой. Олар жастарға ақша не қылады, бұға керек жоқ қақшы қазір. Айдос, әсем! Проблемаң шешем деп тұрмай келсейші. Айдос, әсем! Билеп бес досы, билеп. Ай, жаным. Бәрекелді. Берекет! Достарымды келе кетті. Альфия әкеуім бірге келді. Бекең маладес. Билеп, бірге келді. Ау. Самайық бесің, самайық бен, бағым бересің деп. Альфия қашай. Осындай болды жастар деген болады, апау болады. Аяңкар бар ма? Айдос, Дарын, Бауыржан, Мадияр, Ізбасар бойдақтар қобылар енді. Бауыржан, жас бәрекелді. Той қыласын. Енді жаңағы оқтайымыз бен неміз қақтанау. Бір орамал қақта жау, бір орамалды қақта жібер дейін. Жаңағы. Деше. Шифенердеші екінші полкысында ақ орамал тұрақ мүшіңші бар. Жібеңші, келіндер кетті болды. Кетті, бір келін, жылдан келін кетті. Енді, мына енді қадірмен ағайын білесі тұрған, еңбек құралы ғой, деше білесе, осына дүйім жұрттың алдында келінге табыс етсеңіз, сөйтіп құтылмайсыз ба, ел жұрт ұялса да шабала құратын шығар. Ай, бәрекелді. Құтылды көке, құтылды. Бәрекелді. Сүйіп қойыңыздар, бәрекелді. Рахмет деше. Енді мынау ақ жауқта орамал бар ма? Әкеліңіз бері. Көке, бүркіт көке, енді мынау өзіңіздің бір соңғы 5 жылда істеген жұмысыңыз болсын, ешкімнің ақылынсыз мына орамалды ертең бүрсігіні келін алам деген банкке бар кредитін жауып, қайтып кредит алып, малын сойып, тоқашын пісірген ата-ана болса, соның мойнына салыңыз, келесі беташыр сол шаңырақта болсын деп. Енді білесіз ғой, нереде баласы армияға барып келген, ертең үйлендірейін деп жүремін деп қайтарда проблемасын айта беретіндер болады ғой. Сол кісілерге кімге саламыз? Көп ойлансаң, көкің Баукаға берем дейді, Баука. Қарлығаш шешеге беріңіз, қарлығаш шешеге берейін, қарлығаш шешеге. Ай, бәрекелді. Келесі беташар сіздің есік алдыңызда болсын, жеңгей. Сөт, кел, құтты болсын. Көке жәкелсіз. Баукаға бердік, Бауыржанға бердік ол енді. Келесі апта әкелем деді ғой. Кредит алып жүр дейді ғой. Бәрекелді. Рахмет көке жеңге сіздерге. Әрқайсыдан осы төбемізді көкке жеткізіп, қуанышқа бөлеген осындай алтындай келінді табалдырық аттатып, ағайынның арасын, іргесін сөкпей қайта біріктіретін алтындай келінді әкеп отырған Тойбекті ортаға шақырайықшы. Тәке келе қойшы. Таңаны бет ақшам бұла бекші.
той бірге елденең бер келіншек қарап тұрса. Шілей жақындама, кеш болған жоқ, бері тұрсың, бізге шілей жақындамыз. Елдіге емес, келіншегін қарап тұрса, келіншегіне қарап тұр. Келіншегіне, бүйтіп қарап тұр, келіншек, тіке қарап тұр. Айналайын келінжан, ошағымның бас иесі деп, жан жарыңа бас иіп сәлем етсең, ер азаматтар шабала ұрады. Іштері күйгеннен ұрады олар. Бір түрлі болып кеттің ба? Ұялып тұрсың ба? Ұялма? Ұялсаң бала шағың болмайды. 3 күннен кейін үйреніп кетесің, ешбәле жоқ. Негізінде қадірмен ағайын, ешкімнің әйелі күйеуіне сәлем жасамайды, апалар, рас қой. Дегенде мына халықтың алдында келін басын иіп беріп жатырмын. Ендігі өмір жолың өз қолыңда. Абайла, саған бір әйел деген альпинист емес, басыңа шықса қайтып түсетін, басыңда қап кетіп жүрмесін. Айналайын келіншек, ер азаматтардың тағы да бір ішін күйдіріп сәлем жасап қойшы. Рас қой, рас. Сәлем жасатып жатқанымызда еркектің авторитетін бағасын бір деңгей жоғары көтерсек пе деген ниет қой. Мына қасында тұрған екі абысындарға сіздерге үлкен рахмет. Келін бізге керек. Идите моншу. Барсаңдаршы, күйеулер милиция ма демде. Келін бізге керек деп жатыр, барыңдар. Біртүрлі болып қалған екеуі жүрмей қалды. Келіннің қасында тұршы. Білегінен ұстап ал, айналайын келін. Білегінен ұстап ал, жан жарыңның білегінен ұстап ал. Сенікі болды, ешкімге бермейсің еді. Баяғыда шындық керек қой, апалар айтып жоқ қой. Балаң бүгіннен бастап келін сенікі деп, келінді балаға табыстап отыр жоқ қой. Ондай заман жоқ қазір. Қазір ата-ананың бәрі айтады, айналайын келін, бүгіннен бастап балам сенікі деп, баласын келінге табыстап беріп, спокойно жүре беретін болды ғой. Дұрыс қой. Аққуғаны мінекей көлбетіне, қыздың көркі әрқашан келбетінде. Кеше ғана бесікте жатқан сәби келіп тұр, сол бесікті тербетуге. Баламыздың басында бақ бар екен, осындай жар таңдаған жер бетінде деп қосқашқа қос қолмен қошемет жасау айғай жинап қойсақ, жастар, мастар, достар. Қай кезде болса бір қуанышқа барсаң бірдеңе алып барғым келіп тұрады. Барған соң бірдеңе алып кеткім келіп тұрады. Әйтеуір қазақтың баласымын ғой мен де. Дегенде енді қазақтың өзі үйімшіл болмаса ырымшыл салт дәстүрге бай. Мына сылдырмақты осы екі жастың шаңырағынан шаттық кетпесін, үйлерінде тек қана мереке той болсын, бірлік ақ махаббат болсын, үйлерінде баланың бұлдыры, сылдырмақтың сылдыр естілсін. 5 балалы, 5 қызды болсын деп келінге табыс етейік. Бәрекелді. Айқай шулама. Ұрпақтарыңыз көп болсын, уайымдарыңыз жоқ болсын, бәрекелді. Ал енді түкі, нерде қауым ел тұр достарыңызша. Битші. Үй жаққа келме де болды. Рас қой? Келеді ғой дейді. Не қыласың бәлелер? Келгенде не пайда олардан? Бекерге жеп уақыттарыңдап кетеді. Бойдақты қалды қынжылма, тағдырың телеп бір қызға. Құрметпен қара әнім-ау, қолыңа қолған жұлдызға. Күнетті шалқып желпінген бұғауға түстің еркіңмен. Сүйемін дедің жарыңа, таймайтын сол бір сертіңмен. Азамат дейді сені жұрт, басыңнан кештің серлік. Әкеде әлі боларсың, жарыңды сүйсең беріліп. Ұлдарың болсын тұлымды, қыздарың болсын бұрымды. Қосағыңменен қосылайт, махаббат атты жүріңді деп жастарға. Тағы бір шабын алғай. Ой, рахмет, рахмет, ой, рахмет, бәрекелді. Тойларыңыз той қаласын деп қоя салайық. Енді екі жасты әдемілеп шапалақпен қошеметтеп, бірің қыран, бірің аппақ қайыңдай жүріңдерші жұптарыңды жазылмай. Отбасына бақыт, шаттық тілейміз. Еркелеңдер, көлдің аққу қазындай деп екі жасты үйге қарай. Әдемілеп шап салайық ағай, келін құтты басын. Сіздер! Ағай тамаша! Бергенізші, мынау әулеттеріңіз үлкен ұлан асыр мереке тойып жатыр. Бір бала екеу болды. Қуаныш ортақ, той ортақ, халықтың бәрі бүгіле жиналып сіздердің алдарыңызға қуанышты бөлісіп келді. Қадамдарына нұр жаусын деп, мына көпшіліктің бергені шаңырақтарыңызға шашу болып жазылсын. Әрқашанда бергендеріңіз жылқы болсын, езулеріңіздің кетпейтін түлкі болсын. Есік алдарыңызда ит емес барыс болсын, отбасыларыңызда ұлан асыр табыс болсын. Той қаласын, келін құтты басын кішіздер. Кететін болдық өсті.